Украина мен қазақ елінің қандай ұқсастықтары бар? Анау-мынау деп созбай ең бастына көшейін, ол әрине тіл мәселесі. Украинаға келмес бұрын тек қазақтар ғана өз тілін білмейтін халық деген пікір қалыптасқан болатын. Әрине бұл қуанатын жағдай емес. Құлақ салып тыңдаған болсаңыз, көшеде адамдар орыс тілінде сөйлесіп жүргендері де бар. Барлығы емес әрине. Бірақ орыс тілінен толықтай бас тартпапты. Киевте жүріп көптеген адамдармен танысып сөйлесіп көрдім. Соғыстың әсерінен украин жастарының басым көпшілігі орыс тілінен бас тартуда. Өмір бойы орыс тілінде сөйлесіп келе жатқан әке-шешелеріне украинша үйретуде. Қалай ойлайсыз, осы жастар кейінгі өз ұрпақтарына орыс тілін үйретеді ме? Орыс тілінде сөйлеу кезінде заманауи, модна, ал украинша сөйлесең ауылдан шыққан, дым білмейтін деген атаққа қалады екен. Кезінде таныш жағдай. Орыс тілі әлемдегі ең кең таралған тілдердің бірі, және Ресейде, Беларусьте, Қырғызстанда, Тәжікстанда және Қазақстанда ресми тіл болып табылады. Ресми тіл. Ресми. Осы тізімді көріп еріксіз намыстанады екенсің. Шамамен орыс тілін білетін адамдар әлем бойынша 300 миллиондай жан санын құрайды. Украинада соғысқа дейінгі санаққа көз жүгіртсек, 44 миллион адам өмір сүреді, оның 77% украин халқы. 90-95% украиндықтар орыс тілін біледі. Соғыстан зардап шегіп, орыстарды жек көріп отырған бұл елде жастар украин тіліне қатты мән беріп, орысша сөйлемеуге насихаттауда. Жастар олай әрқашанда елдің болашағы, солай алдағы 5-10 мүмкін 15-20 жыл шамасында орыс тілі 20-30 миллиондай адамнан айырылатыны айдан анық. Бұл трендті біз жалғастырып 20 миллион қазақ пен қазақстандық болып біз қосылсақ, қандай керемет болар еді. Әрине барлығы бас тартады деген біз үшін қол жетпес арман болып қалатын шығар. Жеке өз пікірім. Менің ойымша орыс тілінің шегі осымен көрінген секілді. Бұл бауырлар арасындағы соғыста бүкіл дамыған және дамып келе жатқан елдер Украин елін қолдауда, ал қалғандары Ресейді. Құдай бетін ары қылсын, бірақ біз орыс тілінен бас тарту үшін Ресей бізге соғыс ашу керек емес шығар. Толықтай түп тамырымен жұлып алып тастай алмаймыз десеңіз, мен сізбен толықтай келісемін. Толықтай алып тастай аламыз десеңіз, бұл жағдайда да сізбен біргемін. Неге үкімет алып тастамайды деген ой кейбіреулеріңізді мазалап та жатқан шығар. Алып тастай алмайды, себебі біз көп ұлтты мемлекеттер қатарын толықтырып отырмыз. 124-тей шамасында әртүрлі ұлт өкілдері қазақ елінде таңына атырып, кешім батырып, отбасын асырап, күнін көріп, тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Көпшілігі дерлік орыс тілінде бір-бірімен ақпарат алмасады. Алып тастады деген сыбыс Ресейге жетсе, Қазақстандағы орыстарды шеттетіп жатыр. Украинаның тағдырын қайталамаймыз дегенге кім кепіл? Қазақ тілінің әлсіздігі ол біздің өз тілімізді құрметтемеуімізде секілді. Әрине бұл менің жеке ойым. Барлығы бірдей деп айта алмаймын. Бұл мәселеде жалғыз мен немесе басқа да 100-200 шақты адам болсақ та жетісіп жалпы ештеңеге әсер ете алмаймыз. Төрт көзіміз түгел, бір жұдырықтай жұмылып, осы мәселені барлығымыз бірге шешуге талпыну керек. Бізде екі таңдау бар. Бұл бейнеден түсінгеніңіз осы жерде қалып ертең ұмытылып кетуі мүмкін. Оған мен ренжіп, өкпелеп немесе тоныңызды шешіп алмаймын. Ерік өзіңізде. Екіншісі, тілдің маңыздылығын және болашағымызға әсері бар. Бұған біз қазір әсер етпесек, ешкім қол ұшын созып көмектеспейді десеңіз, ары қарай көріңіз. Қазақ тілін сыйлап, құрметпен қарасақ, онда басқа қазақстандықтар қайда кетсін? Ең бірінші өзімізден бастайық. Қаншама қазақтар бар өз ана тілін білмейтін. Оларды жазғырмай қойық. Отбасында орысша сөйлейді. Мектептері мен өскен ортасы орыс тілі болса, ол байғұстарда қандай таңдау болды дейсіз? Оларды қойып, мысалы, мен және менің замандастарымды алатын болсақ, біздің өзіміз шала қазақ сияқтымыз. Күнделікті тұрмыста ну, да, ну, неужели, просто, уже сияқты тағы да басқа орасан зор паразит сөздерді көп пайдаланамыз. Тілге деген құрметіміздің жеткілікті түрде болмағаны шығар деген ойға келіп тоқтадым. Мысалы, украин және бір өзге ұлт өкілі тұрса, олар өз тілінде сөйлей береді, басқа ұлт өкілі түсінбейді-ау, ол жетпей қалады-ау деген ойларына кіріп шықпайды. Бұл қалыпты жағдай, ешқандай да ерсілік емес.
Өкінішке орай бізде барлығы керісінше. Сол адам мен неге мына тілді білмеймін, неге үйренбеске деген ой қалыптастыруы керек. Қарапайым заттарды өзгертіп бастасақ болады. Ұялы құрылғыңыздың телефонның мәзірін қазақ тіліне ауыстырсаңыз болады. Дәмханалар бар адамдар тағамдардың атауларын тек қазақша жазсаңыз болады. Дүкендері бар адамдар магазин сөзін алып тастап немесе жазбаса болады. Сатушы немесе кеңесші болсаңыз бірінші қазақ тілінде амандассаңыз болады. Орыс болсын, ағылшын болсын. Көшенің бәрі қазақша, адамдар өзіміздің бай әрі керемет тілімізде бұлбұлша сайрап жүрсе, күнделікті өмірімізде орысша қоспай тіл біздің байлығымыз екенін түсінсек, тосыннан келген бұл өзгеріске басқаларының да еттері үйреніп, елде қазақ тілінің мәртебесі асқақтап, беделі көтерілгенін көрген адам, елдің болашағы қазақ тілімен тығыз байланысты екенін түсінгендер, тілімізге деген қызығушылықтары оянуы керек. Қазақ тілін еш қысымсыз-ақ өз еріктерімен үйрене бастайды деген ойдамын. Білесіз бе, адамдар неге орыс тілінде сөйлеуге соншалықты құмар? Орыс тілі жеп-жеңіл, сөздік қоры бар жоғы 150-200 мың сөзді құрайды. Ал қазақ тіліне келер болсақ, 2,5 миллионнан астам сөз бар екен. Арасы жер мен көктей. Келісесіз бе? Көбісі бұл өтірік аңыз-әңгіме дегенге алып келіп жатыр. Әрине өтірікке шығарып жатқан орыстар мен басқа ұлттар. Неге бұл шындық екенін өз ойым бойынша түсіндіріп көрейін. Өзге тілден бір мағынасы бар сөзді алар болсақ, ол сөзді қазақ тілінде кемінде 2-3 синоним сөз келтіруге болады. Орысша возможно сөзін біздің синонимдерді келтіріп көрейік. Бәлкім, бәлки, мүмкін, ықтимал және кәдік сияқты сөздер бар. Әрине кейбір сөздерді естігенде біртүрлі ыңғайсызданасың. Мысалы, гүл айттап, кәресін сияқты сөздер жермай деп айтуға да болады негізі. Көптеген ескі жазбаларымыз әлі күнге дейін аударылып жатыр. Жойылып, өртеніп кеткені қаншама, ауыздан ауызға тарап жазылмай кеткені қаншама, жарияланбай кеткен қаншама мәліметтер бар. Сонда 2,5 миллион сөз шықпайды деп ойлайды ма басқалары? Жаңа сөздер қосайық. Егер шықпайды десең, жаңа сөздер қосайық тілімізге. Терминал, банкомат, банан, ананас, ноутбук, ванна, кондиционер және тағы да басқа сөздерді аударып қолданысқа енгізуге болады. Банан мен ананас артық кеттім ғой деймін. Бірақ терминал, банкомат сияқты күнделікті қолданатын сөздерді ауыстыруға болатын сияқты. Ең көп қазақ оқитын жерге немесе ең көп қазақ тіліндегі оқырманы бар адамның парақшасында дауыс берейік. Үкімет мына сөзді қазақшаға аудардық, енді осыны қолданасыңдар деп айта алмайды. Жаңа сөз шығарып қолданысқа енгізетін ол қашанда қарапайым халық болып қала бермек. Асыл тіліміз өзге тілдердің қасында әрдайым төрден орын ала берсін. Мына бір сөзге ешқандай боқтық пен ауыр сөздер тең келмейді. Шынымды айтсам, осы сөзді естігенше өліп кеткен артық сияқты. Бұл сөз мәңгүрт. Мәңгүртизмнен арылайық ағайын. 200 мыңдық құл деген жазуы бар. Арзан қол шынжырды мойнымыздан шешіп, 2,5 миллион тұратын қазақ еркін атты алтын мен апталып, күміспен қапталған аса бағалы тәжімізді басымызға киетін уақыт келді. Барлығы сізбен бізге байланысты. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек, бейнет тарауы, рақатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы, надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Жалпы әрбір елге саяхат жасаған сайын жаңа дүниелермен танысып, санаң сергіп, әрбір ұлттың, жердің, мемлекеттің өз еліңнен мүлдем өзгеше екенін түсінеді екенсің. Әрбір жаңа ел саған жаңа білім мен дүниеге деген көз қарасыңды өзгертеді екен. Украин еліне барып түсінгенім тілдің маңыздылығы және кеңес одағы кезінде біз ғана тілден зардап шекпегеніміз, өзінің қандастары украиндарды да бұл-былыққа тыққанын түсіндім. Соғыс жайлы ешқандай да пікір білдіргім келмейді. Ресейді қолдайын десең, Украинаға соғыс ашып қырып жатыр. Ресейдікі дұрыс емес. Украинаны қолдап соғыс ашқан Ресейді жамандайын десең, Ресей өзіне келіп тұрған қауіптен сақтанып,
НАТО әскері Ресей шекарасымен көрші болды деген орыстар үшін ауыр соққы. Орысша айтсам, бей своих, чтобы чужие боялись, басқалар қорқу үшін өзіңнің жақтастарыңды саба дегенді білдіреді. Бұлай қарап тұрсақ, ақш пен Ресей жау атам заманнан бері. Жалпы көп адам бұл соғыстан зардап шегіп, жақынынан айырылып, баспанасынан көшіп, бейтаныс елдерге безіп жатқаны өте өкінішті. Зардап шегіп жатқан қарапайым халық. Соғыс бұл үлкен бизнес. Екінші дүниежүзілік соғыс оған куә. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде фунт стерлинг басым болып тұрса, барлығына қарыз беріп, кешіріп, өздеріне жақтас іздеп ақш долларын көкке көтеріп алды. Сондықтан Швейцария мемлекеті сияқты Қазақстан да бейтарап қатарын толықтыруда. Жалпы біздің еліміздің шекара немесе тағы да басқа мәселелері бойынша жауы жоқтығына мен шын жүректен қуанамын. Жалпы бұл менің жеке ойым. Барлығы дұрыс немесе менің оймен келісуге міндетті емессіз. Қай жерден қате кеттім немесе қай жерге жаңа ой қосар едіңіз, төменге пікір қалдыра кетіңіз. Украина туралы түсірген бейнемді көруді ұмытпаңыз. Келесі саяхаттайтын еліміз батыс славяндар елі Польша болмақ. Польшада не бар, не жоқ, қандай қызық күтуде, YouTube арнама саламын. Сондықтан бұл подкаст қызық болса тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман, сау болыңыздар. Сіздермен болған Арман.